Нағыз махаббат. Жаздың екінші айы, жерге жасыл кілем төселгендей, жаһан көрінісі көздің жауын алады. Ауылдағы күйбең тіршілік, егістік алқабындағы зорға жеткен трактор дауысы, жұмыртқалаған тауықтардың бірінен соң бірінің шақыруы, шегірткенің шырылы, ұлы дала симфониясына табылмайтындай арқау. Айнала шыжыған ыстық болғанымен, үй іші дымқыл, жанға жайлы. Анам тапсырған жұмыстарды реттеп болған соң, күнге бетімді төсеп, тыныштықта отырмын. Бір сәтке болған жайбырақат үнсіздікті, үйдегі ескі телефонның дауысы соғылды. Ол тұста бұл байланыс құралы көпшілікке бірде қолжетімді емес еді. Сананы билеп, саусағыңды меңгерген әлеуметтік желіде болмайтын. Ойымда ештеңе жоқ, тұтқаны көтердім. Құлағымды жаймен төсегенде телефонның арғы жағынан бір жылы дауыс естілді. Жүрегім дірілдеп, тілім байланардай күй кештім. Хабарласып тұрған өзім ұнатқан жігіт екен. Содан не керек, қал жағдай сұрасып, бүгін кездескісі келетінін жеткізді. Я немесе жоқ дерімді білмей абдырып қалдым. Себебі ол кезде я деудің өзі қыз баласы үшін ұят болатын. Әдеттен жауабымды жазбаша түрде жеткізетін WhatsApp, Instagram желілерде болған емес. Өзімнің де жүрегім қалап тұрғаннан кейін барғым келді. Бірақ сол дәуірде кездесуге шығудың өзі қиямет қайым екені баршаға аян. Аузымнан жақсы барамын деген сөз қысыла зорға шықты. Ол түскі сағат 3-те мәдениет үйінің алдында күтетінін айтып тұтқаны қойды. Содан не керек, қуанып, толқып, жүрегім кеудеме сыймай тұрса да, айнаға қараумен әлек болдым. Кездесуге шығып көрмеген мен үшін бұл қадамға бару мүлде ауыр еді. Аяқ қолым дірілдеп, өз-өзімді зорға билеп, уәделі жерге келсем, жігітім мені күтіп тұр екен. Не істерімді білмей, қобалжығаннан шығар мәдениет үйдегі шағын кітапханаға кіріп бара жатқандай кейіп таныттым. Есік тұтқасында қолымды соза бергенімде атымды атап дауыстады. Айжан, сәлем, қалың қалай? Сәлем, сен осында ма едің деп байқамаған сынай таныттым мен. Я деп ол жымиды. Мәдениет үйінің маңында саябақ бар болатын. Солай беттедік. Әңгімелесе жүріп оған ұрлана қарадым. Салмақты, ер тұлғалы, жүзі жылы, сымбатты жігіт. Қысылып, еркін көсіліп сыр шертісе алмағанымызбен қайта-қайта түйіскен жанарымыздан бір-бірімізді ұнатып тұрғанымызды жасыру мүмкін емес еді. Мені үйге дейін шығарып салуды өтінді, келістім. Сонымен біздің махаббат хикаямыз осылай басталды. Біз күннен күнге бір-бірімізге бауыр баса бастадық. Ата-анамның кездесуге кешке шығармайтынын ескере отырып, түскі мезгілде жолығуды әдетке айналдырдық. Ешқандай байлыққа айырбастамайтын сәттердің қызығында арада 2 жылдың өткенін байқамайды қалыппыз. Бал дәурен, балалыққа қош айтысып, ол азамат болды. Мен бой жеттім. Лап еткен сезім толқыны күн сайын өтеп жалынға айналды. Бір-бірімізді көрмесек тұра алмайтындай халге жеттік. Заман жетістігі болған ұялы телефонның шыға бастаған кезі. Екеуміз де оған қол жеткізуді мақсат еттік. Адам ойына алып, армандаған дүниесіне жетпей қояр ма? Ақыры оны да алдық. Содан бебеулеген құрылғы құлақтан түсірмей сөйлесуді шығардық. Менің отбасым мұндай дүниені түсінбейтін еді. Үй ішінде дастархан басында жігіт кездесу жайлы мүлде әңгіме қозғалмайтын. Бір күні анам жігітпен кездесіп жүргенімді сезді ме, әйтеуір маған бір ұрсып алды. Бірақ махаббатқа әбден мастанып, сезімге берілген мен анамнан қанша ұрыс естісем де қарсылығын елемедім.
Ақыл тәрбиесін құлағыма да ілмедім. Көзсіз махаббатым үшін маған бәрібір болды. Зымыраған уақыт-ай десеңші, артқа 4 жылды тастадық. Қос жүректегі сыйласымдылық, зор сезім болғанымен жігіттің жүрісі өзгере бастады. Мен мектептің соңғы жылдығында оқимын, ал ол бұндаған оқуын аяқтап қалаға көшті. Шаһар төсінде өзге ортада ғұмыр кешіп, басқа қыздармен араласып сөйлесе бастады. Бұрынғыша күнде кездеспеген соң арамызда суып бара жатқандай болды. Бір күні ол оны әскерге шақырту қаты келді. Кішкентай ара қашықтық қиынға соғып жүргенде бұл хабарды естіп қатты жыладым. Жылағаннан не пайда, бір-бірімізге мәңгі бірге болатынымыз жайлы уәде бердік. Ақ жол тілеп шығарып салдым. Оны шынайы сүйгенім соншалық қанша уақыт болса да күтетінімді жеткіздім. Сүйген адамға ешқандай қиыншылық та, ара қашықтық та кедергі бола алмайтындай түйсіндім. Ол маған хабарласып, хат жазып тұрды. Бірде мені қатты сағынғанын да жеткізді. Қуанышымда шек болмады. Сол бір ауыз сөз мына жалған дүниедегі ең керемет, ең асыл сөз болды. Сондықтан да еш ойланбай сүйгеніме барып қайтуды жөн санадым. Мектепті енді бітіріп, жаңа ортаға бейімделе бастаған. Менде ешқандай қорқыныш болмады. Тек ғашығымды бір көрсем деген ой ғана келді. Сондықтан да жердің бір шетінен екінші басына бару маған түк те қиындық туғызбады. Өйткені мен ол үшін бәріне дайын едім. Барымды арнаған болатынмын. Бұндаған бар мақсатым өзім сүйген өртене лапылдап өшпей тұрған болашақ жарыма деген тосын сый жасауым болды. Сенесіздер ме, бардым. Махаббатым отанымыз үшін өз міндетін өтеп жатқан өнерге аяқ бастым. Алып ұшып сағынысқан сезім ай десеңші, бірақ менің бұл жігітке әрекетім жақсылыққа жеткізбеді. Бұл жігітті әскерден күтіп жүрген мен ғана емес екенімді білдім. Қаншама жыл бірге жүрген жанның сыртымнан не білдіріп жүргенін көріп, ауызбен айтып жеткізе алмайтын жағдайға тап болдым. Ауылдағы құрбыларым бұл жайлы айтқанда мүлде сенбей, оларға ауыр сөздер айтқан кездерімде болған. Ол жайында көптеп шикілік шыға бастадым. Ашуға берілмей бәрін ақылға жеңдіріп осында келгенімнің бір себебі де осы еді. Мән жайды сұрадым, ақталуға да тырысқан жоқ, тек кешірім сұрады. Менің адал, ақ көңілім су сепкендей басылды. Еңсемді зорға көтеріп, кешірдім дедім де үйге қайттым. Ойым әптер көңілім сынған, шыдамай қайта біріктіріп, құрауға мүлдем келмейтіндей күй кештім. Кешегі біз армандаған асқақ биік арман қайда? Жоспарлаған асыл мақсат мүддеміздің аппақ қаласы осылай құлағаны ма? Іштей жүрегім сыздап, әттен жастығымды мастығына аяқ асты еткен ездікке, пасықтыққа налыдым. Жүзім сорлы, көзден сорғалаған жаспен жуылып кете берді. Үйге оралдым. Жүрегімде мұң, көңілімде ашу, кеудемде кек пайда болды. Бар жан тәнімнен сүйген адамның опасыздық жасағаны өте қиын болатынын түсініп жеттім. Өз-өзіме ұмытамын, бәрі бітті деп уәде бердім. Сол күннен бастап сүйгеніме ерегесіп, мен де басқа жігіттермен таныса бастадым. Өзімнен өзім қорқатындай жағдайға жеттім. Маған бәрібір болды. Сол күндердің бірінде ұялы телефонымның қоңырауы шырылдады. Тұтқада өзге дауыс, бөгде адам. Маған ынтық жігіттердің қатары мол еді. Солардың бірі менімен танысқысы келетінін айтты. Еш ойланбастан таныстым, кездесуге шақырды, бардым. Екінші мәрте тағы жолығуды өтінді. Оған да көндім, бірақ осы жолы бір жола тұрмысқа шықтым.
Иә, дұрыс естідіңіз. Отбасылы болдым. Жолдасым менен бір шама жас үлкен болатын. Екінші кездесуде маған бірден ұсыныс жасады. Әскердегі азаматқа ерегесіп жүргендіктен сол сәттің өзінде оған келісімді бере салдым. Сенесіздер ме, еш ойланбадым. 4 жыл бойы көңіл қосқан адамымды 2-ақ күнде өзгеге айырбастап кете бардым. Міне, бүгінде мен аяулы жар, ардақты анамын, еш өкінбеймін. Кейде бәлкім ештеңеге қарамастан күтуім керек пе еді деп те ойлаймын. Артынша ойымды өзгертемін. Себебі бүгінде мені жанынан артық сүйетін күйеуім, тәп-тәтті қызым бар. Ал әлгі жігіттің менің бұл таңдауымды естігенде ашуға булығып хабарласты. Аузына келгенін айтты, бірақ араға көп уақыт салмай өзі де шаңырақ көтергенін естідім. Бұндай махаббат оқиғаларын тек кинодан немесе кітаптан оқып көретін едім. Адам өмірінде бір-ақ рет ғашық болады деген рас екен. Бастапқыда ойланбай тұрмыс құрғаныма қатты өкінгеніммен артынша бәрін түсіндім. Қазір өте бақыттымын. Бірақ білесіздер ме, мен бұрынғы махаббатым осы күнге дейін бір мәрте көңіл көгімнен көтерілген емес. 1 минут, 1 секунд болса да ойламай қалған емеспін. Адам емес, онымен өткен тәтті күндерін сағынады екенсің. Сол күндер үшін де маған өткен күндер есімде қалады. Мүмкін нағыз махаббат деген осы шығар.